Сәлеметсіздер ме көрермендерім? Пияз сорпасының емін білесіз бе? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Ал келесі видеомда ешкі сүтінің 99 ауруға ем болатыны туралы айтамын. Алдымен пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Пияз сорпасын дайындау үшін 2 кило пиязды қабығынан ашып, ұсақ етіп турайды. Оны 2 кило шекермен араластыру керек. Сосын ыңғайлы ыдыс мейлінше эмаль кастрюльге салып, баяу отқа қояды. Асты күйіп кетпес үшін жиі қозғап тұрған дұрыс. Шекер толық еріп пиязбен араласқанда 2-2,5 литр сорпа шығады. Оны шағын шыны ыдыстарға бөліп құйып қойған жақсы. Салқын қараңғы жерде сақтаңыз. Тоңазытқышқа салуға да болады. Бұл 3 аптаға 21 күндік бір емдік курсқа жететін мөлшері. Пияз сорпасын күніне 3 рет бір ас қасықтан ішеді де, артынша жарты стакан жылы су ішіп жіберген дұрыс. Бұл күндері мейлінше сұйық ас, суды жиі ішкен дұрыс. Бүйрегінде несеп жолында құм, тұз бар адамдар 2-5 күн аралығында зәрмен бірге тұздың еріп, майда құм мен ұсақ тастардың түсе бастағанын байқайды. Кей адамдар көкөрік пен алманы тұзға батырып жейді. Оның бәрін күн өткен сайын бүйректі сыздатып, бүйрек ауруының пайда болуына себепкер болады. Тұз жиналып, тұз біртіндеп бірігіп, қатайып, тас қайналады. Пияз сорпасы бүйректегі тасты түсіруге көмегі бар. Тұз бен құмды шығарады. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.